Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәріс тақырыбы қазақ жеріндегі киелі жерлер географиясының қалыптасуы. Дәріс барысында сіздермен келесідей сұрақтарды талқылайтын боламыз. Бірінші сұрақ: еліміздегі киелі жерлер географиясының қалыптасуы, негізгі кезеңдері және де Қазақстандағы киелі жерлер географиясының объектілерін зерттеу тарихы. Үшінші сұрақ: зерттеушілердің еңбектеріне шолу. 20 ғасырдың соңы, 21 ғасырдың басы әртүрлі қарым-қатынастарда бірегей болып табылатын уақыт өлшемі. Әсіресе біздің еліміз бен оның ішінде оның рухани мәдениеті үшін бұл баға жетпес құндылық. Қазіргі кезде әлемдік өркениет жетістіктеріне кең қолжетімділік ашылды. Әлемнің алдыңғы қатарлы елдеріндегі сыннан өткен рухани әлемдегі зерттеудегі жаңа тұжырымдамалық тәсілдер Қазақстан ғылымында дамып келеді. Ғылымның, білімнің осындай жаңа салаларының бірі киелі география болып табылады. Оның дамуы адамдардың өз өміріндегі рухани өлшем қажеттілігі мен олардың оны жоғары киелі мағынамен үндестіруге ұмтылысымен байланысуы сөзсіз. Сондықтан да ненің сакральды екендігін түсіну, қоғамның рухани жаңғыруында киелі географияның рөлін анықтау, киелі жер орындарының жүйелі құрылымдау қағидаттарын жасау маңызды. Қазақстанда киелі жерлер географиясының қалыптасу кезеңдерін 3 кезеңге жіктеуге болады. Бірінші кезең ерте кезең. Бұл кезеңнің ерекшеліктері аңыз әңгімелер мен мифологиялық қасиетті орындардың пайда болуы және де дамуымен байланысты болып табылады. Екінші кезең Кеңес одағы дәуірінде белгілі саяси ұстанымдарға байланысты еліміздегі ғылыми зерттеулердің тоқырау кезеңі. Тоқырау кезеңі ретінде сипаттауға болады. Үшінші кезең тәуелсіз Қазақстан кезеңі, яғни еліміз тәуелсіздік алғаннан бері киелі жерлерді зерттеудің қайта жандануы, жүйеленуі. Тарихи зерттеу әдісі. Мемлекеттік үкімет әулиелігін көрсететін мемориалды заманауилық оқиғалар мен тіршілік іс-әрекеті мен мәдени құндылықтарды сақтау орны мен, яғни музейлер, кітапханалар, әскери батырлық куәгерлері, мәдениет көрінісі, ата-бабалар діні, табиғат ұлылығын көрсететін кезеңдік оқиғалармен байланысты объектілердің киелі жерлері мәртебесін береді. Кейінгі жағдайда табиғи ландшафты объектілерінің киелі жерлері орындары ретінде қарастырамыз. Бұл белгілі табиғи меже, тау шыңдары, таулар, асулар, көлдер, емдік қайнар көздер, адам мен қоғамның қызметінің ірі таралу аймақтары. Құдайшылыққа біріктіруді болжамдайтын діни объектілерге қарағанда зиялы киелі жерлері объектілер туу жетілу, қаһармандық, көш, отан және басқа да санаттардан шығатын басқа да мистикаға негізделген болып табылады. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғылыми қызметкері, Түркістан археологиялық экспедициясының жетекшісі Смағұловтың пікірі бойынша, әр елде, әр халықта өзінің киелі әулие орындары, белгілі тарихи немесе мифологиялық нүктелері бар. Олар мемлекет аумағында өмір сүріп жатқан әр халықтың этногенезі үшін, түсінігі үшін маңызды. Бұл адамды жерге, мәдениетке бекітетін негіз деп аталатын тірек нүктелері. Еліміздің шығыстанушы ғалымы Әбусейітова киелі жерлер ескерткіштерді халықтың бірегей мәдени мұрасы ретінде бағалайды. Ол ескерткіш біздің тарихи жадымызды қалыптастыру бағдары. Жады бұл тек мәдени негіз ғана емес, сонымен қатар дүниелік көзқараста. Қоғам дамуының осы кезеңдерін көрсететін әлеуметтің құндылық ретінде танылатын ескерткіштері сақтау мен өзектендіруге тиесілі деп атап өткен болатын. Атаулы дифференциациялар мен жұмыстарды Қазақстан Республика ұлттық музейінің жанындағы құрылған Қазақстан
Қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы жүргізеді. Орталық алдыңғы қатарлы ғалымдар, археологтар, тарихшылар, этнографтар мен өлкетанушылардан тұрады. Сараптама орталығының мүшелерінің бірі, танымал археолог Байпақовтың пікірі бойынша, киелі жерлер бұл Қазақстан арқылы өткен біздің ата-бабаларымыздың ізгі тұтқан жібек жолы. Бұл батырлар шайқасқан орындар. Бұл біздің орта ғасырдағы қалаларымыз бен сақтардың орасан зор қорғаны. Есік, Берел, Алматы. Бұл петроглифтер мен түркі дәуірінің киелі жерлері. Осының барлығы тарихымыздың негізін құрайды. Қазіргі заманғы Қазақстан аумағында діни ғимараттарды зерттеуді Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты жүргізген. Атап айтқанда, Бекназаровтың басшылығымен қоғамның мәдениеттегі өзгерістерге бейімделуі 19 ғасырдың ортасында және 20 ғасырдың басындағы Батыс Қазақстан қазақтарының үлгісі жобасы іске асырылған. Еліміздің қасиетті жерлерін зерттеуде көптеген білікті ғалымдар үлес қосты. Сол ғалымдардың зерттеулеріне қысқаша тоқталайық. Әлкей Марғұлан Қазақстанның археологиялық картасын жасай отырып, ескерткіштер мен киелі жерлердің тарихи маңызын анықтап, көшпелі мәдениет пен археологиялық тұрғыдан олардың дәстүрлі негізін терең зерттеген. Керімбекова Қаратау жотасындағы археологиялық қазбалар арқылы киелі жерлердің орналасуын және олардың ерте темір дәуіріндегі әлеуметтік, мәдени құндылықтарға әсерін зерттеген. Және де Жетісу мен Қызылорда облыстарындағы археологиялық ескерткіштердің киелі жерлермен байланысын зерттеп, олардың мәдени, тарихи рөліне аса назар аударған. Қожа Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі археологиялық ескерткіштерді зерттеп, әсіресе орта ғасырлар мен ерте темір дәуірінің қалалары мен тұрғын орындарының киелі жерлермен байланысын терең түсіндірген. Сауранбаева археологиялық қазбалар арқылы Түркістан өңіріндегі киелі жерлер мен сол кезеңдегі халықтың дүниетанымын зерттеген. Бачанова Қазақстанның орталық және шығыс аймақтарындағы ежелгі жерлеу орындары мен киелі жерлердің арасындағы байланыстарды зерттеген. Оның зерттеулері қазақ халқының рухани мәдениетінің құрылымын анықтауға ықпал етеді. Бұл археологтар қазақ халқының рухани және мәдени мұрасын зерттеу арқылы киелі жерлерінің тарихи және әлеуметтік мәнін ашты. Олардың қалыптасу үдерістеріне ғылыми талдау жүргізді. Смағұлов Түркістан археологиялық экспедициясының жетекшісі және киелі жерлердің әр халық үшін этногенез және мәдени негіз ретінде маңызын атап өткен. Абусейітова киелі жерлерді халықтың мәдени мұрасы ретінде қарастырып, олардың тарихи жады мен дүниетанымға әсерін зерттеген. Байпақов киелі жерлердің жібек жолы арқылы өткен дәуірлердің мұралары мен байланысын, орта ғасырлардағы қалалар мен петроглифтерді зерттеген. Киелі географияны зерттеудің жаңа әдістерін қолдану, болашағына келетін болсақ, цифрлы технологияларды қолдану, яғни VR, AR, 3D модельдеу, киелі орындар туралы деректерді халық арасында кеңінен тарату және виртуалды экскурсиялар, әлемдік деңгейдегі деректі фильмдерді жарыққа шығару болып табылады. Толығырақ дәріс материалдары мен зерттеушілердің жұмысы мен платформада жүктелген 3-ші дәрістен оқи аласыздар. Келесі дәрісте кездескенше сау болыңыздар.